Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін Пиндодадан мектепке тапсырыс берген заттардың бағасын айтып көрсеткім келіп тұр. Біз осындай жилетке тапсырыс берген болатынбыз. Бұл жилеттің бағасы 1595 теңге, доставкасы не 210 теңге шықты. Качествосы жақсы. Одан кейін мынадай кофтаға заказ бердік. Бұл кофтаның бағасы 2800 теңге. Доставкасы 630 теңге. Бұл жемпірдің де бұндай кофтанты арзандары, қымбаттары әртүрлі бағада, әртүрлі сапада бар. Біз орташа бағасынан қарап тапсырыс бердік. Прям вообще жемпірдің кофтаның качествосы күшті келді. Енді содан кейін біз балаларымызға мектепке туфлиге заказ бердік. Қазір туфлиді көрсетіп өтейін. Туфли 4500 теңге. Негізінде былай кигенде өте күшті екен, прям киіп түсіргім келіп еді, балам келіспей қойды. Доставкасы 1200 теңге, Қытайдағы сайттың бағасы 4500 теңге. Вообще күшті болды бұл качествосы. Ұнады. Бізге ұнады. Осындай мектепке барған кезде сәтті саудаларымыз бірі болды. Және де кроссовкиге заказ берді. Алдында да тапсырыс берген болатынбыз. Басқасының каналында видеосы бар. Мына кроссовкидің бағасы 5100 теңге. Бұл да әдемі, прям цветі барлығын өзіміз ұнадық. Качествосы да жақсы болып келді. Енді балаларға арналған спортивкамыз болды, сондықтан оған тапсырыс бермедік. Тек қана кроссовкиге берген болатынбыз. Доставкасы енді шамамен 1300 теңге. Көрдіңіздер ма? Қалай жақсы үнемдеуге болады. Бұл да ойымыздан шықты, качествосы жақсы болды. Енді ең бастысы біздің асыға күткеніміз ол біздің мектепке арналған сумкамыз болатын. Қазір сумканы көрсетейін сіздерге. Мінекей сумкамыз. Бұндай сападағы сумкалар бізде 9-10 мыңнан тұрады екен. Вообще бұның качествосы деген өте күшті. Қараңыздаршы, қандай күшті екен. Качество ең бастысы тігіс. Мінекей видеодан тігістердің бәрі көрініп тұр. Қандай вообще сапалы тігіс. Замоктардың барлығы өте жақсы жұмыс жасап тұр. Сумканың бағасы 4200 теңге. Доставкасы 1600 теңге. Бұл сумканы сатып алды, біз өте жақсы үнемдедік. Сапасы барлығы ойымыздан шықты. Жақсы болып келді. Енді костюмді біз бала кигізіп көріп алғанды жөн көрдік. Костюмді осы Қазақстаннан алдық. Канцтоварды да мен Қазақстаннан алдым. Себебі бір ғана бала мектепке барады. Маған көп алудың қажеті болған жоқ. Қытайдан канцтовар бір штуктан тапсырыс бергенге қарағанда 10 штук пачкамен алған қолайлы. Ал мен олай алмағандықтан олай тапсырыс берген. Сонымен барлық шығындарды есептеген кезде бізде осы заттардан 15.000 теңгеге костюм алдық, және канцтоварға 5.000 теңге кетті. Осы Пиндодадан алған тапсырыстарды және осында алған барлығын қоса есептегенде 43.035 теңге бір балаға кетті. Оның ішінде біз спортивканы есептеген жоқ. Спортивкамыз бар, аяқ киім, қысқы күздік аяқ киімдер бар. Негізінде бір балаға 43.000 теңге мектепке менің ойымша жақсы баға. Бірақ біз күздік, қыстық аяқ киімдерді, курткаларды өзін сезонда жеңілдікпен алып қойғанбыз. Негізінде арасында сондай ақша болған кезде алып бөлек алып қойсаңыздар, сол кезде қалтаңызға ауыр болмайды.